Атеизм ғылыми және философиялық сыни ойлау негізіне сүйене отырып, Құдайдың бар екендігі туралы көзқарастарды теріске шығару. Атеист дегендер дінге сенбейтін, Құдайға сенбейтін адам. Атеизм қазіргі таңда жер ғаламға кеңінен таралып келеді. Атеизм бағытын ұстанған жандар да аз емес. Солардың ішінде атағы жер жарған адамдар да бар. Джо, Марк Цукерберг, Эйнштейн, Шоқан Уәлиханов, Сұлтанмахмұт Қарайғыров және тағы да басқа өкілдер. Осы бағытты қолпаштаушылар. Мен әрине атеист емеспін. Нақ атеизмді мен бұлайша түсіндім. Бұл еркіндік, тәуелсіз өмір сүру, алдыға қарай жылжу, үздіксіз даму. Жалпы атеизм бағыты үздіксіз дамуда. Бұл бағыттың кең етек жайғаны сонша, Қазақстанда да атеизмнің толқыны айқын сезіледі. Бұл қалайша бізге жетті деген сауал көптің көкейіндегі шешімі табылмаған сұрақ. Ислам діні тарағанға дейін қазақ ұлтының тұрмыс салты мен рухани ерекшелігіне сай тәңіршілдік және шаманизм болған. Тәңіршілдік бір тәңіріні негіз еткен көшпелілердің табиғи сенім болып, талай империялардың мемлекеттік діні болды. Ал шаманизм ежелгі мистикалық дүниетанымның жалғасы ретінде шаман бақсыларының діні. Көбінесе ел арасындағы ем-дом жасау мен ұшықтау істерімен айналысқан. Бұл екеуі екі бөлік сенім болды. Екеуі де көшпелілерге қатысты болса да, кейінгісі айырым жеке адамдар. Бақсылар ұстанатын сенім ретінде солардың ерекше қабілетіне негізделеді. Ал тәңіршілдік қазақтың және басқа көшпелі халықтардың дүниетанымы мен мәдени салт дәстүрінің астарында жатқан киелі қағидаларды сомдаушы негізгі арқау болды. Араб басқыншылығы арқылы айналасына ірге кеңейткен ислам діні түрлі дәуірлерде қанша күш салса да тәңіршілдікті толық жеңе алмады. Шаманизмде сирек жағдай сақталып қалды. Қазіргі күні Қазақстанда дінге сенбейтіндердің үлесі жалпы халықтың 20%-ын құрайды. Ал енді мен сіздерге атақты ғалымымыз, зерттеуші, білімді Шоқан Уәлихановтың атеист екенін айтсам, сенесіздер ме? Иә, Шоқан Уәлиханов атеизм бағытын ұстанды. Бұл туралы бірі білсе, бірі білмес. Дін дұрыстығына күмәнданыс, оған қарсы пікір таластыруда қазақ арасында аз болмайтын. Сондықтан қазақ халқының дін жөніндегі ой пікірлерін жан-жақты өңіледі. Дең зерттеген Шоқан Уәлихановтың атеизмге бой ұрып, өз халқының рухани байлығын биік белеске көтеруі жайдан жай емес. Шоқан өзінің Достоевскийге жазған бір хатында былай жазған екен. Бір кезде мәдениет пен ғылымның ордасы болған Орта Азияның мұнша алдыға жылжымай қалуы осы Мұхаммедтің мұрагерлері күшпен енгізген ислам дінінің салдары болар деп топшылаймын. Құдайға сенбеймін, ал Мұхаммед менің жеке жауым, тек қана жауым. Атеистік ой пікірді Шоқаннан кейін жаңа тарихи жағдайда ашық жақтаған Сұлтанмахмұт Торайғыр болды. Ол дінге қарсы табанды да байсалды күресті. Бұл қазақ ойшылының дінді әшкерелеуде біраз өзіне тән өзгешеліктері бар. Торайғыр діннің қазақ даласында атқарып келген әлеуметтік рөлін әртүрлі жағынан қарайды. Дін иелері тек қанаушы таптардың насихатшылары ғана емес, олардың өздері де қанаушы дейді ақын. Олардың бұл жөндегі айла әдістерін асқан шеберлікпен әшкерелейді. Өзінің кедейі, қамар сұлу деген ақын діннің кертартпалық рөлін, дін өкілдерінің жауыздығын батыл әшкерелейді. Ақын діннің мәні жағынан түкке тұрмайтын әлі схоластикаға негізделген қағидалардан тұратынын және оларда қарапайым адамның ақыл ой парасатының деректермен ақ күл талқан етуге болатынын айқындады. Бұл Қамар сұлу романында қамар мен дін өкілінің айтысы арқылы жақсы көрсетілген. Дінге сенбеушілер туралы айтар дүние өте көп. Олардың неге дінге қарсы шыққандығын ешкім де білмейді. Бәлкім бұл сол орыс идеологиясының тигізген әсері болар. Анығын тек жаратушымыз біледі. Осы бір жалған дүниеден өз міндеттеріміз бен парыздарымызды адалынан орындап, мұсылманша дүниеден өтуімізді жаратушымыз нәсіп етсін. Сіздермен бірге болғанмен ақ тілек, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.